Алла субхана тағаланың кез келген жаратылысына қараңызшы. Ешқандай кемшіліктерден ада екенін көресіз. Кемшіліктерден таза екенін көресіз. Мәселен, мына адамның жүрегінен басқа жаққа тамыр айдайтын 4 тамыр болады. 4 тамыр болады. Ол жаңағы тұрып, жаңағы не дейді? Қан қойылан тоқтап қалатын болса, не дейді, ана бір стрелк дейме, не істеп қойып береді. Істеп қойып береді. Екеуіне қояды. Бір мүмкіншілігі болса, бір рет істеп қояды, істеп қойғаннан кейін қайтып оны алып орнынан ауыстыра алмайды. Құдай сақтасын, жүрегін ауыстыру керек болса, қандай проблемалар болады. Жүректе сол істептің өзі әрқашан жүріп отыруды, әрқашан не қылып отыруды, енді бір диетаны сақтап, өмір тамақ жегенде бұлай тамақ же, сондай нәрсені талап етеді да. Алла сұбхана жүректі беріп қойды да. Қалай өмір сүрсең, солай өмір жүрсің да. Оның соғып жатқанын, оның неғып жатқанын ешқандай сезіп жатқан жоқпыз да. Әрине өзіміз зиян беріп арқылы қандайды бір залал жегісіп қалып, Алла тағала жеме деген нәрсені жеп, ішпе деген нәрсені ішіп, зиян беріп болмаса, ол ешқандай бізге зиян болып жатқан жоқ ол жүрегіміз. Әдем соғып тұр да, моторымыз жұмыс істеп тұр. Біреуіміз мәселен сонша тамырды, мұны аяғымыздың ұшынан бастап, миымыздың қанды, мына майда тамырларына дейін сонша қанды тоқтамай айландырып жатыр да анау. Тоқтамай айландырып жатыр. Орташа есеппен күніне 80-90 рет ұрып, минутына 80-90 рет ұрып, соны айдап жатыр да. Бірақ біз оны естіп жатқан жоқпыз. Көріп біліп жатқан жоқпыз да. Қалыпты жұмыс істеп жүрміз. Қалыпты жүрміз. Егер болсай денеміздегі жаратылыстарға қарайтын болсақ, Алла субханаху ва тағаланың ұлылықтарын көре береміз да. Алла субханалла бізді осылай жаратқан. Алла субханаху ва тағала 12 айды жаратты. Сол 12 айдың ішінде 4 айды харам айлары қалды. Ол жайлы Алла тағала Құранда айтады: "Инна иддата шухури индаллахи 12 шахран фи китабилlah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalika ad-dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum." дейді. Яғни, расында Алланың құзырында көктер мен жерді жаратқалы, Алланың кітабындағы айлардың саны 12 дейді. Бұлардың 4-еуі құрметті айлар. Міне осы беріктің бұл айларда өздеріңе зұлымдық жасамаңдар дейді. Құрметті айлар дейміз, немесе араб тілінде хурум, харам етілген айлар дейді. Харам деген біздің арам деген сөз былай айтқанда. Неге бұл айларды харам айлары дейді? Өйткені бұл айдың сыртындағы кейбір іс-әрекеттер бұл айдың ішінде харам етіледі. Бұл ай ерекше айлар. Бұл айды құрмет тұтуымыз керек. Қатада рахималлаху тағала осы аяттың тәпсірінде айтады. Алла субханаху ва тағаланың осы 4 айы болатын болса, харам еткен. Ол 4 айда дейді, бұл 4 айда адамдар күнә жасайтын болса, олардың күнәсі Құдай сақтасын еселенеді дейді. Күнәнің өзіне абайлап жасау керек бұл айда дейді. Абайлап жасау, күнә жасамау керек қой негізі. Бірақ еселеніп кетеді бұл айда күнәлардың өзі. Ал жақсы ізгі амал істейтін болса, ол да еселенеді дейді. Сол үшін бұл айда ерекше айлар қалды. Енді қайсы айлар харам етілген айлар дейтін болса, мына сіздер онда ол айларды естіген шығарсыздар. Зүлқағда, Зүлхиджа, Мухаррам, міне бұл 3 ай, кейін Ереже айы. Білеміз, Зүлқағда айында біздер не істейміз? Қажылыққа барамыз. Зүлқағда айында қажылыққа барамыз. Зүлхиджа айының 10-шы жұлдызы күні не істейміз? Құрбан айтты тойлаймыз. Ал қазір біз тұрған ай бұл Мухаррам айы. Бұл айды Аллах субханаху ва тағала пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: "Афдалус сиями ба'да Рамадан шахруллахил Мухаррам" дейді. Рамазан айынан кейін ең абзал ұсталынатын оразалардың ішіндегі ең абзал ораза Алланың айы болған Мухаррам айында ұсталған ораза дейді. Осы жерде сіздерге кішкене бір не арнап кеткім келіп жатыр. Бір-екі нәрселерге тоқталып кеткім жатыр. Мухаррам айы бұл мұсылман күнтізбесінде бірінші ай болып саналады. Бірінші ай болып саналады. Білесіздер, бірінші ай. Неге бірінші ай? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мединеге осы Мухаррам айында қоныс аударған. Мухаррам айында қоныс аударған. Сондықтан да бірінші ай бұл күнтізбемізде бірінші ай. Екінші мәселе, бұл айды Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алланың айы деп жатыр. Барлық айлар Алланың айы.
Бүкіл айларды жаратқанда, ол айларға ай қылғанда барлығы Аллах субханаху ва тағала. Бірақ осы айды Алланың айы деп жатар да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Имам Муслим риуаят еткен хадисте. Мысалы, Кағбада Әл-Харам мешітінде Кағба бар, дұрыс па? Кағбаны не дейді? Бейтуллах дейді. Алланың бейті, Алланың үйі дейді. Немесе жаңағы Салих алейхиссаламның түйесін Нақатуллах деген, Алланың түйесі деген. Неге олай кейбір нәрселерді осылай ерекшелейді десе, Аллах субханаху ва тағала ол айды, ол үйді, ол жаңағы түйені өзіне телу арқылы оның ұлы екендігін, оның өзгелерден ерекше екендігін білдіру үшін істейді дейді. Аллах субханаху ва тағала аспандар мен жердің жаратушысы. Аллах субханаху ва тағаланың атына не нәрсе телінетін болса, ол ұлы болады. Сондықтан да ғалымдарымыз айтады, әрбір ғылымның дейді, әрбір ғылымның дәрежесі дейді, ол ғылым не нәрсені зерттейтіндігімен тікелей байланыста болады дейді. Ал сондықтан да ең абзал ғылым, ең мәртебелі ғылым бұл Құран ғылымы болды. Неге? Бұл Алланың сөзі болған Құран-и Кәрімге байланысты болып тұр. Сол үшін Мухаррам айы Алла тағаланың айы делінді ма? Демек, бұл ай өзге айлардан ерекше несімен? Өйткені Аллаға, бұл Аллах субханаху ва тағала бұл айды ерекше қылды. Сіздер мен біздерге осы айда көбірек құлшылық жасауымызға бұйырды. Осы айда Аллах субханаху ва тағала көбірек Аллаға жақындауымызға бұйырды. Және бұл айда Ашура күні болған керемет күнді жаратты. Енді Жүсіп баласығын бабамыз айтады, Нұх пайғамбардың тұңғышы Сам деген баласы дейді. Ғарап, Ғажам сол Самның ұрпақтары дейді. Біреуі ай есебін ұстаса, екіншісі күн есебін ұстады дейді. Ғарап деген, қазір араб деп атар, Ажам деген, бұл Ажам, араб емес деген сөз. Енді арабтар не қылса, ай есебін ұстаса, араб еместер күн есебін ұстанды дейді. Сөйтетті, Мухаррам айы жыл басына тура келді деп кім айтып жатыр? Жүсіп баласағұн атамыз айтып жатыр.